Енді көреміз, бұл Кағба енді соғылғаннан кейін Ибрахим пайғамбардың уақытысында басталып соғылды. Содан кейін бірнеше рет құлағандығы бар. Қайта соғылғандығы. Бұларды айта кететін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлі 35 жасында кезінде бір рет жаңағы Кағбаны қайта соққандықтар бар. Яғни ескірген қатты, сел болған, содан кейін барып жаңағы зақымданғандығы үшін қайта соғайық деген. Сонда Құрайш руының баршасы біріккен, ең басшыларымен бірге отырып қатты қорыққан. Бұны бұзсақ басымызға бәле келіп қалар ма екен деген. Сол нәрсені бірақ тәуекелге бел буып бұзғаннан кейін сол жерде қайтадан көтерген. Соны қайта көтерер уақыттарында араларында мынандай оқиға болады. Арабтар енді сол жерде өздерінің түсініктеріне байланысты бір адал ақшаларын жинаңдар дейді. Өздері бір адал деген бір түсінікті қойған, сол түсінікпен ақшаларын жинап, қайта соққан уақыттарында бұрынғы Ибрахим пайғамбардың соққандай емес, содан сәл кішірек болып қалғандығы бар. Демек не екен? Жаңа Ибрахим пайғамбардікі сәл ұзындау еді. Соның үшін жанында көресіздер ғой, былай мультазам тұр жанында. Демек не екен? Соның сыртынан айналу керек деп жатады. Оның ішіне кірсе, Кағбаның ішіне кіріп тұрған. Демек ол сәл ұзынырақ еді, оны арабтардың жаңағы Құрайштардың ақшасы жетпей қалып, адал деген ақшалар жетпей қалып, соны кішірек қылып соққандықтары бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы туралы айтқан кезінде де кейін Меккені алғаннан кейін, пайғамбарлықтан кейін айтқандығы бар. Егер мына арабтар жаңадан дінді қабылдаған болмағандарында, енді мұсылман болып тұр ғой олар. Осындай жағдай болмағанда мен бұны Ибрахимнің дәуіріндегідей қайтадан кеңейтіп үлкен қылып соқтыратын едім дегендігі бар. Сөйтіп, бірақ сол орында қалдырған. Енді сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әлі пайғамбарлық келмей тұрып, 35 жасында кезінде қайта соғылу осы Құрайштардың заманында болды. Сонда талас тартыс болған араларында. Енді Хаджарул Асвад дейміз, қара тасты кім қояды орнына деген кезде, осы Кағбаға кім бірінші кіретін болса, яғни мешіт харамға кім бірінші кіріп келген болса, сол адам жаңа қойсын деп барлығы бір ауыздан келіседі. Сөйтіп тұрған уақытта пайғамбарымыз кіріп келеді, баршасы риза болады. Болды, осының қоюына біз ризамыз дейді. Сөйтеді да соны жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі шапанын жайып, сол шапанның үстіне қара тасты қойдырып, әрбір рудың басшыларына соны көтертіп, өз қолымен алып қалағандығы бар екен. Бұл біріншісі. Екіншісі Абдулла ибн Зубайрдың уақытында. Бұл Абдулла ибн Зубайрды білесіздер, атақты сахаби. Мұсылмандар Меккеден Мадина қаласына көшіп барғаннан кейін Абу Бакрдың қызы Асма мен Зубайр екеуін үйлендірген. Солардан туылған ең бірінші ұл Абдулла деген осы еді. Абдулла ибн Зубайр дейді. Ол кісі сахаби, атақты үлкен. Осы сахаба 638 жылы Мекке қаласында жаңағы Кағбаны қайтадан жаңартқан, бұздырып қайта соқтырған. Сол уақытта, қайта соққан уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның арманы осындай еді. Екі есікті болуын қалап еді. Біреуінен кіріп, біреуінен шығатын деп, сол нәрсені қайтадан Ибрахимнің дәуірінде қалай болды деп айтылды, тура солай қылып соққандығы бар. Бұл екіншісі осы кезде болды. Үшінші рет Абдул-Малик ибн Маруанның қайта соқтырғандығы айтылады. Бұл Абдул-Малик Хаджажды өзіне жаңағы қолбасшы қылып тағайындайды. Сөйтеді да Мекке, Мадина қалаларын алуға жіберген. Сол уақытта ол жаулаған уақытында Мекке, Мадинаны аламыз деп, сол жерде біраз шайқас болған, халифаға бағынбай. Сол уақытта Кағбаның өртенгендігі бар, сонда қайтадан сол жерде жаңадан соғылғандығы бар. Демек не екен? Үшінші жаңағы қайта соғылуы осы Абдул-Маликтің уақытысында болды. Халифа Абдул-Маликтің. Одан кейінгісі 1629 жылы Осман империясының құрылып тұрған уақытта Османның сұлтандарынан 4-ші Мұраттың қайтадан соқтырғандығы бар. Ол уақытта бірақ сел басады да Кағбаны. Селден қатты зақымдалады, орнына қайта келмейді деген нәрсемен уайым болады халықта. Соның үшін сол Мұраттың әмірімен, 4-ші Мұраттың әмірімен Кағба қайтадан соғылғандығы бар. Ал енді 1996 жылы реставрация дейміз ғой, қайта жаңарту болған, бірақ соғу емес, бұл жаңартып, қайтадан қазіргі тұрған халіне келтіріп қойғандықтары бар.